Аселя, сен кеше бақшаға келмедің ғой. Кеше бізге Нағым апай пакет туралы қызық ақпарат айтып берді. Қандай қызық ақпарат айтып берші? Сен білесің бе, пакет табиғатқа зиян екен. Себебі ол жылдар бойы жерде өндірілмей жата береді екен. Ол жерді ластайды. Кейде жануарлар пакетті тамақ деп ойлап қалып, жеп қояды, ауырып қалады. Қаппасың жаны. Мағзада көп екен ғой. Жарайсыңдар балалар. Бүгін біз қоқыстарды жинап, Таза Қазақстан акциясына қатысып, айналамыздың барлығын қоқыстардан тазарттық. Жарайсыңдар, керемет балалар. Апай, София маған пакеттің зияны туралы айтып берді. Пакеттің орнына табиғатқа зияны жоқ, не қоймауына болады. Аселя, сен өте орынды сұрақ қойдың. Ендеше балалар, біз зерттеу алаңына барайық. Сол жерде мен сендерге барлығын түсіндіріп беретін боламын. Жүре қойыңдар. Балалар, пакет дегеніміз пластиктен жасалынады екен. Ал пластик өздерің айтқандай табиғатымызға өте зиян келтіретін материал болып табылады. Бірақ сендер уайымдамаңдар, оны біз зиянсыз түріне алмастыра алады екенбіз. Ол биопластик деп аталынады. Биопластиктің ерекше қасиеті табиғатқа ешқандай зиян келтірмейді екен. Себебі ол тез ыдырап, тез еріп, қайта жерге сіңіп кетеді екен. Сол себепті балалар, біз табиғатымызды қорғау үшін осындай зиянсыз заттарды қолдануымыз қажет. Апай, биопластик жасаушы бізге не керек? Биопластик жасау үшін бізге картоп крахмалы қажет, және глицерин мен желатин қажет болады. Апай, пакеттің түстері әртүрлі болады ғой. Пакеттің түстерін қалай жасақ болады? Өте орынды сұрақ қойдың, София. Пакеттердің түстерінде біз табиғи заттардан аламыз. Мысалға, сәбіз шырыны, анар шырыны және қызылша шырындары. Судың орнына біз 3 ас қасық анар шырынын алдық. Енді ары қарай бұған 1 ас қасық желатин және 1 шай қасық глицерин қосамыз. Сендер маған көмектесесіңдер ме? Я. Жарайсыңдар. Олай болса, желатинді алып, София 1 ас қасықты осы шырынымыздың үстіне қоса қойдым. Енді осыны қосамыз. Тағы да қос. Енді араластырамыз. Жай араластыра бер. Ал енді мен саған көмектесем. Сен шай қасығын ұстап тұр. Бер жақынырақ ал. Енді бұған біз 1 шай қасық глицерин қосамыз. Балалар, глицерин қосқан себебіміз біздің пакетімізге бұл жұмсақтық, иілгіштік береді екен. Сол себепті біз глицеринді қосамыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Ары қарай балалар, осы қоспамызды микротолқынды пешімізде қыздыруымыз керек. Балалар, міне біз жақсылап араластырып алдық, иә? Енді осы затымызды біз микротолқынды пеште қыздырып алатын боламыз. Ішіндегі желатин еріп, бір қалыпты болу керек. Микротолқынды пешті қолданғанда балалар, үлкендердің көмегімен қолданамыз. Өйткені ол ыстық әрі қауіпті болады. Жарайды ма? Қараңдаршы, біздің желатиніміз еріді. Бір келкі болып, әдем болып еріді, иә? Енді біз осыны бір реттік қолданылатын файлға құйып шығамыз. Жарайсыңдар қыздар. Әне бізге керекті биопластик дайын болды, иә? Енді біз бұны күнге 1-2 сағатқа кептіріп қоямыз. Кепкеннен кейін сыртындағы пакетті алып тастаймыз. Сонда ішінде бізге керекті әдемі биопластик пакетіміз дайын болады екен, қыздар. Міне қыздар, біздің биопластигіміз дайын болды. Ұстап көрсеңдер болады. Қарашы, Аселя. Қарапайым пакеттен еш айырмашылығы жоқ. Қолға жағымды, жұмсақ. Өте дұрыс айтасың, София.